Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Достар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша бүгін біз Поворот не туда 4 киносының қазақша негізгі желісін қайта шығаратын боламыз. Көбіңіз білетін шығарсыздар, бұл видеоны алдында блоктап тастаған болатын. Енді мен қайтадан не болмай қалғанын зерттеп, не теріс болып қалғанын зерттеп, қайтадан дұрыстап, қайтадан монтаждап, қайтадан аудио жазып, осылай видеоны қайта шығарғай отырмын. Сондықтан еңбегімді бағалап, лайкты аямай басып, мына арнаға тіркелу батырмасын басып, жаңа шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал енді біз киноға оралайық. Киноның сценарий мен режиссерлық жұмысын жасаған Деклан О'Брайен. Кино 2011 жылы октябрьдің 5-інде прокатқа шықты. Киноның шығыны $2 миллион екен. Ал кинодағы ерекшеліктерді айта кететін болсақ, алдыңғы бөлімдерде оқиға көбінесе тек күз немесе жаз мезгілінде өрнеген еді. Осы жолы өте қызықты, қарлы бұрқасын соққан қыс мезгілін таңдаған екен. Және де шытырма қызықты оқиға алдыңғы бөлімдердегідей тек орманда емес, осы жолы көбінесе бір құрылыстың ішінде өрнейді. Және осы жолы қандай адам жегіштер бар деп ойланып отырсаңыз, осы кинода біз өзіміздің жақсы танитын Поворот не туданың алғашқы 2003 жылғы бөлімдегі 3 адам жегіштерді қайтадан көреміз. Тіпті біз олардың бала кездерінде көреміз. Яғни айтқанда, бұл кино алдыңғы бөлімдердің жалғасы емес, ең алғашқы бөлімі деуге де болады. Енді рөлдермен таныс болсақ, адам жегіштері 3 саусақ, 1 көз және де азу тіс. Ал осы адам жегіштердің құрбаны болатын адамдармен танысайық. 8 студент достар. Әзілкеш жынды Винсент. Бәрін бастаған Кайл. Сары шашты Клэр. Қап-қара қыз Сара. Сүйретілген Кения. Жылауық Даниэль. Винсенттің қызы Дженна. Лесбиян Бриджит. Даниэльдің қызы Лорен. Көріп тұрғандарыңыздай кейіпкерлер тым көп, сондықтан да бұл кейіпкерлерге мен ат қоя алмадым. Және де достар, егер сіздер осы видеоға 8888 лайк жинайтын болсаңыздар, мен Поворот не туда 5-тің қазақша негізгі желісін шығаратын боламын. Демек, ол видеоның шығуы сіздерге байланысты, сондықтан лайкты аямай басамыз. 8888 лайк. Кино бір ерекше синдроммен ауыратын науқастардың клиникасымен басталады, және де 1974 жыл. Профессор докторға бұл клиниканы таныстырып жатады, және науқастарды көрсетіп, олар өте қауіпті болғандығы үшін осындай темір торға қамайтынын айтады. Және профессор докторға бір науқастарды айрықша айтады. Олар мына 3 мутант ағайындылар. Бұларды орманнан тауып алғанын айтады, және бұлар денесінің ауырсынғанын сезінбейді екен, және адам етін жеуге бейімі бар, және өте ақыл екенін ескерте кетеді. Біз осылайша адам жегіштердің бала кезін көреміз. 8 жасар 3 саусақ, 9 жасар 1 көз, және 10 жасар азу тіс. Доктор мен профессор кеткеннен кейін 3 саусақ шаш түйрегіш арқылы темір торды ашады. Осылай олар босандыққа шығады. Әрине, клиниканың быт-жытын шығарады. Басқа тұтқындарды босатып, доктор мен профессорды сол жерде аямай өлтіреді. Одан кейін біз 1974 жылдан 2003 жылға секіреміз. Арада 29 жыл өте шығыпты. Осылай біз Вестон университетінің 8 студенті орманға демалысқа кетіп бара жатқанын көреміз. 8 студент ойынның қызығына түсіп кетіп, кеш болғанда адасып кетеді. Одан кейін қарлы бұрқасын соғып, ауа райы күрт өзгереді. Сөйтіп тұрғанда олар бір құрылысты көреді. Ішіне кірсе әрине әлгі клиника болып шығады, және іші өте жып-жылы болады. Және де әрине ол жерде байланыс ұстамайды. Содан достар қызық үшін құрылыстың ішін аралап шығады. Сөйтіп олар доктордың бөлмесіне кіреді, және сол бөлмеден клиникадағы науқастар жайлы құжаттарды көреді. Әрине ол науқастардың түрі өте қорқынышты болады, сондықтан студенттер сәл-сәл үрейленіп қалады. Студенттер сөйтіп жатқан кезде біздің адам жегіштер кешкі асын әкеле жатады. Содан Винсент айтады,
Бұндай құрылыстарда генератор болады. Егер соны жағып қоятын болсақ, бұл құрылыстың іші жап-жарық болады. Мен барып тауып соны жағып келейін деп өзі жалғыз кетіп қалады. Және осындай қараңғы жерлермен жүріп келе жатқан кезде, осындай бір түрлі дауыс шығып тұрған кезде генераторды табады да жарықты жағады. Сөйтіп құрылыстың іші жап-жарық болады. Әрине жас студенттер болғандықтан көңіл көтереді. Бірақ сол кезде бір беті айна, бір беті терезе, науқастарды бақылайтын терезеден бір көз оларға қарап тұрады. Студенттер ойна келгенін істеп, мүгедектер арбасына отырып жарысып дегендей. Сөйтіп келе жатып олар бір залға келеді. Сөйтіп бір таспаны тауып алады. Сөйтіп әлгі таспаны ойнатып қалса, бір қорқынышты бейнелер шыға бастайды. Ол бейнеде әлгі клиниканың науқастарына жүргізіліп жатқан тәжірибені көрсетеді. Сол кезде Лорен кезінде ағасы айтып берген бір әңгімені айтады. Кезінде осы клиника орманы мутант балаларды тауып алған екен. Ал ол балалар осындай туғаннан ұсқынсыз, және де қарындас аға демей, әпке бауыр демей, патата бола берген. Және де олардың адам етін жеуге деген бейімі болған екен, деп осындай қорқынышты оқиғасын айтып береді. Сөйтіп студенттер ұйқыға кетеді. Сол кезде Винсенттің ұйқысы келмей қояды. Егер адамның ұйқысы келмесе не істеу керек? А жауабы: жай ғана қойларды санап ұйықтауға тырысу керек. Ал Б жауабы: жынды адам құсап, осындай қорқынышты клиниканы өзің жалғыз түнде аралау керек. Әрине достар, Б жауабы. Сөйтіп Винсент құрылыстың ішін аралап келе жатып бір адамды көреді. Әлгі адамға таяп барса, ол әлдеқашан өліп қалған біреу екен. Сол кезде оның артынан Азотис келіп Винсентті өлтіреді. Таң ертең Дженна тұрып қараса, жандағы Винсент жоқ екен. Сөйтіп ол оны іздей бастайды. Әрине, ешкім білмейді. Және олардың заттары жоқ болып кеткен екен. Винсент қылжақбас жынды болғандықтан достары оны заттарды тығып тастап бізбен ойнау үшін өзі тығылып қалды деп ойлайды. Сөйтіп олар бөлініп іздей бастайды. Іздеп келе жатып олар бір қанды көреді. Және сол кезде Дженна ас үйге кірсе, Азотис Винсентті бауыздағай сойғай әкеле жатыр екен. Дженна тығылып бәрін бақылап тұрады. Барлығына куә болған Дженна қолайлы туған кезде қашып кетеді. Достар залға жиналып тұрған кезде Дженна келіп сөзін айта бергенде сахнадан біреу бір нәрсені лақтырады. Сол кезде бәрі шошып кетеді. Клэр артқа қадам басып қалғаны сол-ақ еді. Оның мойнына трос іліп, адам жегіштер оны асылдырып өлтіреді. Студенттер далаға қашып шығып, қар көліктермен қашып кетейік десе, адам жегіштер қар көліктерінің оттық сымдарын алып тастаған екен. Далада қарлы бұрқасын соғып тұр, өте суық. Сол кезде Лорен жалғыз құтқару киімін киіп алып, шаңғымен көмек сұрауға кетіп қалады. Ал қалғандары амал жоқ, ішке кіреді, әйтпесе үсіп өледі. Сөйтіп олар доктордың бөлмесіне кіріп тығылып қалады. Содан Кайл айтады: әлгі жертөленің астында қарулар болған еді ғой, пышақ, балта секілді, мен соны барып алып келейін дейді. Сөйтіп Сара, Даниэл, Кайл үшеуі жертөлеге барады. Әркім өзінің тапқан қаруларын алып кете береді. Ал Даниэл сүйретіліп соңына қалып қояды. Әрине, сөйтіп ол адам жегіштерге ұсталып қалады. Әлгілер бөлмеге келгенде ғана Даниэлдің жоқ екенін байқайды. Сол кезде адам жегіштер Даниэлді столға байлап алып, оны қинап тірідей жейді. Және сол кезде Даниэлдің айғайлаған дауысы достарына естіледі. Сол кезде достары Даниэлді құтқарайық деп шешеді. Сол кезде Кайл бұларды көреді. Бірақ сол кезде Даниэл шыдамай өліп кетеді. Кайл содан достарына тура шабуыл жасайық дейді. Сөйтіп олар адам жегіштерді торға қамап тастайды.
Кайл майшамның ішіндегі жанармайды оларға төгіп, адам жегіштерді өртеп жіберейін деп жатса, кино заңдылығы бойынша арбиған қыздан болып Кайл өртемей тоқтап қалады. Тоқтаңдаршы, өлтірмеуге не себеп бар сонда? Мына бейкүнә тек адамдарды өлтіріп, қинап, етін жейтін мына сұлуларды аяп кетті ма не? Ё-майо, мен болсам сол жерде өртеп жібересің ғой мыналарды. Ақыры сөйтіп, Кайл адам жегіштерді күзетіп, қалғандары бөлмеге кетіп қалады. Біраздан кейін Кайл ұйықтап қалады. Сол кезде үш саусақ бұрынғы әдісі бойынша есікті қыстырғыш арқылы ашады. Сол кезде сүйретілген Кения Кайлдың жағдайын білуге барады. Әрине сөйтіп адам жегіштердің босап кеткенін көреді. Сөйтіп тұрғанда есіктен басына қап киген бір сөйлей алмайтын біреу келеді. Қыздар бұны адам жегіштердің біреуі деп ойлайды да тура шоуыл жасайды. Мына кадрға қарап жүн сабап жатқан апаларымыз еске түсіп кетеді. Қыздар істі тындырып болғаннан кейін басындағы қапты шешіп қалса, бұл Кайл екен. Оның тілін кесіп тастаған екен, сондықтан сөйлей алмапты. Одан кейін біздің сұлу адам жегіштер шоу жасап шыға келеді. Қыздар қашып шатырға келсе, киімдерін тауып алады. Сөйтіп олар киімдерді киіп, терезені шағып, бір-бірлеп шыға бастайды. Қар басып қалғандықтан шығу оңай емес. Бірақ сол кезде адам жегіштер есікті ашып алады. Дәл жені шыға бергенде оны өлтіріп тастайды. Қалған үш қыз тура қаша жөнеледі, және олардың артынан адам жегіштер қар көліктерімен қуа кетеді. Сол кезде Сара мен Кения бірге қашады, ал Бриджитті бір көз өлтіреді. Көп замай таңдатып кетеді. Сол кезде әлгі көмек сұрағай кеткен Лорен орманның сәнін келтіріп ескерткіш боп қатып қалған екен. Осылай таң атқаннан кейін Кения мен Сара айла қолданып бір көзді талтырып тастайды. Сөйтіп екеуі қар көлігіне отырып, ауа райы да дұрысталып, бәрі жақсы болды деп келе жатсақ. Олар сөйтіп адам жегіштердің тұзағына түсіп қалады. Достар, осылайша біздің бүгінгі видео аяқталып отыр. Бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде лайк басамыз, және де міндетті түрде біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және мына жаңа шыққан қоңыраушаны басып қоямыз, сол арқылы сіз біздің жаңа шыққан видеолардан қалыс қалмайсыз. Ал енді келесі кездескенше сау аман болайық. Пока-пока.